не болды жобасы ПТК арнасының жігіттері. КТК-ның логотипімен бір 3 видеомыз шықты. Депутат деген бір күшті стиль шығып, Билікте отырған оңбаған адамдардың сонға барған адамдар қожа екеніміз қалай дәлелдейміз, не документ оған керек. Үйлерімді білем, тауып алам, есіктің алдына шық, алып кетем, ауыздап тастаймын. Қатты шыға ма комментарийдің дауысы ше бір қорқынышты. Одноразка. Сәлем достар, YouTube-та жаңа жоба не болды жобасы. Бұл енді еркін форматта сұхбаттасу, келген қонақтармен еркін форматта әңгіме айту. Бүгін бізде қонақта барлық платформаларды, барлық әлеуметтік желілердегі роликтер, бейнероликтер болсын жарып жүрген жігіттер, ПТК арнасының жігіттері. Қош келдіңдер. Сәлем! Айбек мырза сөзінің амбассадоры, халық жанашыры Ғани мырза және Ислам. Сақал деп өтші мені. Сақал Ислам. Жігіттер қош келдіңдер. Қалай? Қош көрдік. Настроение қалай? Онша емес. Неге? Демалып үлгермесіңдер. Ұйықтап үлгере алмай жатырық. Жұмыс көп. Қаңғыруды жұмыс қылып алғанбыз біз. Сол жұмыс көп қазір. Сол енді сіздер жаңа көрермендерге шығайын деп жатырмыз ғой енді. Сақал Ислам деген бізде достардың арасында ислам көбейіп кетті да бір момент қай сақал қай ислам, сары ислам ба, сақал ислам ба деп сақал ислам болып кетті. Содан сөйтіп аталып кетті. Иә, біз ПТК арнасының ол сөзді айтпаймын деймін енді мүшелері бұрыннан бала кезден доспыз короче. Содан баяғыдан бұл сақал ислам. 4-ші класстан бастап бар ғой сақал. Ең алғашқы сұрақ, бұны енді барлығы да қойған шығар. Біз де содан қалмайық. Неге ПТК десең? ПТК арнасы Айтпақшы мен анау ең бірінші видеоларыңызды көрдім Инстаграмда. КТК деп тұр ол жерде. Иә. Қандай жаңалық қылып салынған, е? Бірінші кімге Нұрланға ондай қатты мән бере білмеңіздер. Жаға баса береді. Мен просто отырып жаңалықтар стилінде түсіріп бастап жаттық как раз сол кезде КТК-ның логотипімен бір 3 видеомыз шықты. Сосын бір кісі звондады. Жігіттер КТК дегенде алып тастай салыңдар. Хабардан звондады ма? Иә. Еларнадан звондады да жігіттер КТК дегенде алып тастай салыңдар. Кейін сотқа беріп сөйтіп атса қиын болып қалады деді. Иә, тащит ете алмай қаласыңдар деді. Сөйттік та біздің команданың аты Перовск командасы. Перовск деген Қызылорданың бұрынғы атауы. Алматы Верный сияқты дағыны, Атырау Гурьев сияқты, Ақтау Форт Шевченко болған кезде. Соның пысын неге алмасқа деді. Қызылорда Перовск болған, соны біз Перовск командасы болып жүрдік. Соны Перовск телеканалы, одан кейін жаңағыдай прикол телеканалы десе де келеді, пранк телеканалы, боқтап айтатындар бар, бірдеңелер телеканал деп. Сосын анау, мен де айта кетейін, ПТК деген әдемі естіледі да. Иә, оның алдында Қамыс қала деген болған ғой енді біздікі. Сондай да болды ма? КТК деген естілмей тұр. Ақмешіт болған Қызылорданың бұрынғы атауы. АТК деген атака сияқты. ПТК деген енді үшін өзі айтқан кезде команда иә дей қалды. Бір ауыздан келістік. Кеменің атын қалай қойсаң солай жүреді. Сонымен ПТК деген кеме. Титаник деп қойғанда может соғысып қалған едіңдер. Бәрекелді. Сосын не ғой осы жалпы шығармашылық нелері видеоларыңызды бәрін көріп жүрік қой. Енді бұған дейін негізі осы каналдың команданың капитаны болады ғой. Енді капитан енді өзіңіз ғой Ғанеке, иә? Білуімше. Бұған дейін енді өзіңіз андай эфирге шықпайтын едіңіз. Кім бар? Ислам бар, Олжас бар, Моңғол. Солар шығып жүрді да сіз за кадры жүретін едіңіз да кеше жақында депутат деген бір күшті стиль шығып, ол қаяқтан шыққан дүние қалай пайда болып, халық қалай қабылдап жатыр? Содан кейін капитан болғанда бірден айтып берейін. Екінші сұрақ Айбек мырза деген кім, соған жауап беріп кетсеңіз. Капитан болғанда, смотря қай салада лидер деп айтайық, или там
мен де адамдармен реклама жөнінде мен сөйлесем, коллаборация жөнінде мен сөйлесем. Сол кезде Есім Ғани ПТК арнасының жетекшісі болам деп таныстырамын өзімді. Сақал бізде организаторский жұмыстар, локация, анау дайындайтын жақтарына жауап береді. Сол кезде Сақал мысалға бір жерді локацияға звондайды да, сәлеметсіздер ме, Есім Ислам ПТК арнасының жетекшісі болам деп. Бізде бір осы бастық, лидер, капитан деген жоқ. Қай салаға кеп тұр, өзіне кеп тұр ма, сол капитан ғой. Енді мен командада мен сценарий жазатын болғаннан кейін сценаристпін. Сосын съемка барысында мен режиссермін деп айтпаймын. Бірақ жаңағыдай сол жерде сен бүйтіп тұршы, мынау бүйтіп тұрсын, сен былай сөйлеш деп атқан кезде соны көп адамдар көріп, осы шығар жаңағы капитандар деп ойлайтыны рас енді. Ал оған дейін мен видеоға түспей жүрген себебім просто проектіміз ертең болмай қалып, мал болып кетіп жатсақ, соның арасында көрінбей сол күйі кете берейінші деп жүрдім басында. Бірақ шүкір проектіміз атып не қылғаннан кейін. Қой кірейін деп ойлаймын. Как раз чиновниктің образы біраз болған еді оның жазылып қойғанында. Бірақ түсетін адам іздеп жүрдік біз. Кәдімгідей іздедік, алып келдік. Бірдеңесі ұнамай тұрады, өтпей тұрады. Сол бір актерді алып келгенде мен отырып, сен алда просто Айбек мырза, сіз деп өйстіп сөйлеп тұрсашы деп ойнап көрсеткен кезде балалар тұрды. Сен өзің ойнашы дейді ғой. Өзің ойнашы олсын. Канал атып кетті ғой, не өсті деді. Өзің ойнашы деді. Давай ал дедім да. Бір күнде 3 видео шығардық қой. Уже мына екеуін түсіріп қойдық. Бірінші жанағындай шулатып алайық дедік. Екінші жаңа шортимен тұрып бара жатыр. Не ма? Иә. Монтаж дейді. Опровержениесін беріп, халықты успокой дейді. Бірақ бір 3-4 күннен кейін саламыз деп ойладық енді. Бірақ ана видео датаво атып кеткені, оны ертеңнен салмасқа болмады да, уже шулап барады. қатты кетіп бар жатты, уже сосын ертеңіне бірден екінші видео шықты. Мен кешке салдық видеоны, таңертең мен уже жұлдыз болып ояндым ғой. Қалай екен жұлдыз болып оянған? Күшті. Андай завтрак постель деген бірдеңе болды ма? Барлық адамдарға тілеймін осы сезімді, бір рет сезінуді ше. Ойбай, өте күшті сезім. Көшеде адамдар суретке түсіп, мықты айттыңыз сіз деп неғылған кезде. Кәдімгі депутат сезім қалдыңыз. Мыналарға, сен Марсель Тұтқаев, сен бір өлең оқып жіберші, моңғолға, таксист, айтшы, мен негіз таксилат етіп жүрген. Асан, ассаламалейкум, депутат мырза. Хотя сен шорт и футболкамен магазинде жолной пасталып тұрсың ше. Сол жері күшті. Образымды күшті таңдалдым. Ал Айбек мырза деген кім деп атсыздар жаңа? Айбек мырза деген ол собирательный образ ғой. Біздің билікте отырған оңбаған адамдардың бір жиынтығы. Оны Айбек мырза деп, сол жерде Айбек мырза дейсаш деп айта салдық. Класстасым бар Айбекте, соған направить еттім да айта салдым. Әдейлік. Мен ойладым, комментарийлерде может сол Айбек деген бір жігіт дұрыс түсінбей бірдеңе жаздым екен деп ше. Содан кейін сол Айбек мырза болып кеткен шығар деп. Енді бір жағынан, менің образым бір жағынан жаңағындай ғой. Былай сөйлеп келе жатады да, мына жағында айтады. Айтқым келетіні ол образбен депутаттарды бізде жаман адамдар деп қабылдап қойған ғой бірден. Жесе де ған, жемесе де ған. Просто депутаттардың ішінде реально пақырлар бар да, елім, жерім деп пақат ететіндер, оларды біз білмейміз просто. Олар өзі қанша депутат бар, соның ішінде бір 5-6-ы танымал. Журналисті, спортсмені, блогері, әншісі деген сияқты. Ал қалған реальный политиктар бар, которые олар әдемі сөйлей алмайды, олардың нарезкалары тиктокта тарап кетпейді, бірақ реально жұмыс істейтіндері де бар негізі. Көп адамдар депутаттарды жейді деп айтады. Депутат болғанға дейінгі несін қарасаңдар, олар уже істейтін істеп, компаниясын құрайтын құрап уже
болуп келген адамдар ғой. Олардың көбісіне жеу интересі жоқ негізі. Олжас Моңғол жаңағы таксист. Ол неғып келмеді? Или мына жерге сыймайтын болғасын келмеді ма? Қазір не істеп жатыр, немен айналысып жатыр? Ислам, сен немен айналысып жатырсың? Творчестводан бөлек. Жалпы ПТК Бізде не жоспар? Бізде бөлек тема жоқ. Осы ғой, біз азанда шығамыз, кешке үйге осымен қайтамыз. Бізде бөлек ешкімнің ешқандай несі жоқ. Бәрі бизнеста болса, өнерде болса, Енді біздің кәсіптеріміз бар ғой қазір. өміріміз болып бітті ғой былайша. PlayStation клубтарымыз бар. Қызылордада, Шымкентте, Астанада. Лапша бар. Лапшахана бар, лапшичная. Дәмін көрдік. Өткенде барған айтпақшы өте Иә. зор. Бижутерия сататын жер бар. Бижутериямызды, оны кеше бір партнеріміздің келіншегіне сыйлап жібердік. Таксопаркымыз бар. Соның бәріне біз уже бұрынғыдай командамен просто бәрін тастап кетіп қаламаймыз. Бір адам қалу керек, каждый раз жауапты. Моңғол соның басында қазір. Демалыс орын тоже сіздердікі ма? Иә. ПТК. Біз Бүгін әдейі зерттедім соның бәрін ше. Барып келдім. ПТК парк деп. Оңтүстік Қазақстанда иә, Бір көлікте, сол жағы. бір көлікте партнерларымызбен ақылдасып, енді біз амбассадор есебінде дейін деп айтайын десем, процентіміз көптеу. Партнер деп айтайын десем, процентіміз аздау. Соның екі ортасы. Амба процент. Ампартнер. Ампартмен. Новый не шықты ондай. Енді ПТК парк деген бар. Біз ол жердің жарнамасынан бөлек персоналын жұмысқа қабылдауға, жұмыстан шығаруға, сондай өзгерістер енгізуге құқығымыз бар ол жерде. Оны кім деп айтады? Комментарийге жаза кетіңіздер. Сосын андай ашу ойда бар ма? Мысалы, Қызылордада городской парк бар ғой, гор парк. Сол сияқты ПТК парк, балалардың ойнайтын ондай карусель бірдеңе деген сияқты. Жоқ. Жақсы, ондай жоқ. Алда мынандай нәрсе бар ма? Қазір осы неде әлеуметтік желіде жаңа кеңінен танымал болып келе жатқан балалардың барлығы түпкі нелері кино түсіру да. Көп нелер кино түсіріп кетіп жатыр, фильм шығарып жатыр. Осы ПТК туралы білмеймін, енді алда жоспарда бар ма кино түсіру? Алда жалпы қандай жоспар бар басқа? Жоспар бар, желание бар, ақша да бар оған негізі. Дух жоқ просто. Біздің жаңағы кейбір уже бізде уже мынандай ғой, ағалар пайда болған, который ей дейтін ше. Сондай ағаларымыз бар. Жүрсе Исмайла деп неғылатын. Солар кино түсіріңдер, түсіріп жатыр ғой жұрттар, қолдаймыз дейтіндер бар ғой. Дейді, иә. Бірақ біз енді ол түсіргеннен кейін ол нормально болып шығу керек. Ал бізде опыт жоқ. Біреуді жалдайсың, біреудікіне өлең айтып қарайды бәрібір. Сондай қорқамыз да. Бірақ осы күні жаңағыдай роднойдың пиар жұмыстарына, роднойдың съемкасына қатыстық. Кино саласында жүрген адамдар болса, танысып жатсақ сондайлармен біз айтамыз, съемочный площадкада кофе тасып жүрсек те, біз тәжірибе жинау мақсатында көрейік, жүрейік деп сондайға ашықпыз, үйренеміз, болашақта неге түсірмеске түсіреміз. Бірақ сол үшін ана роднойға түскен главный рөлде ше, басты рөлде ойнайтын жігітпен моңғол екеуі ұқсай ма, иә? Мұрттары ше, андай қойған елде, иә? Айнымайтын сияқты ма? Екеуіне бірге түскен видеолар бар, кәдімгі ағалы інілі сияқты андай образдар ше. Маған бірдеңе сұрайын. Ютубқа сериал болды ғой, сіздерде, ПТК такси. 3 сериядан бітті. Иә, түсіріп ол аяқталған жоқ. Көрдік. Иә, таксопарктың ашылуы алдындағы не ғой? Иә, жарнама акциясы ғой. 6 сериядан тұру керек болған. Бірінші сериясын салғанда 490 мыңдай қаралым жинады. Ол біз үшін атпаған болып саналды. 2 мен 3-ті біз түсіріп салып жіберіп, сосын түсіріп салып, сөйттік жұрт құсап түсіріп болып, жәймендеп салып отыру деген жоқ, короче. Сценарий по ходу өзгерді, біріншіненің комментарийына қарап өзгертулер енгізіп түсіріп солай болды. Бірақ таксопарк уже 4-ші серияның тұсына келгенде ашылуы керек болып қалды, короче. Жұмыс бастау керек. Сөйттік та ашып жібердік. 3-ші серияда уже айтады, өзіміз таксопарк ашайық, ПТК таксопарк деп дейді. Иә, сонымен бітті. Мен уже комментарийларын тоже оқыдым. 4-ші серия деп жатыр. Соған жауап. Осы
қазір лайф күйінде жүріп жатыр, ол 4-ші серия. Таксопарк аштық, соның арқасында цель 10 000 водитель жинау болған. Тфай-тфай бір жарым айда жинап алдық. Ең алғашқы видеолар шыққан кезде сіздер енді реклама сияқты, жаңалық сияқты қылып басталды ғой. Елдің бәрі шынымен жаңалық деп қабылдап қалып, ана диктордың дауысы да шынымен жаңалықтың несі сияқты шынымен ше. Сол кездегі андай әртүрлі хейттер болды ма, буллингке ұшыраған сәттер болды ма, қандай оқиғалар болды, оны қалай жеңдіңіздер? Сол туралы бір оқиғалар болса. Ондай оқиға жоқ қазірде. Жалпы мынандай ғой. Біз мынау жаңалықтар стилінде түсіріп жатқан кезде просто көрермендер дайын болған жоқ қой бұндай контентке меніңше. Бәрі вайн түсіріп жатты. Бір ерекше бақыт болды. Сенің бірдеңе қылатын досың деп сондай шамалы. Сондайға үйреніп қалған, соның үстінен біздің видеомыз шығады. Қожа руының азаматтарын Арабияға шақырып жатыр екен. Баспасына азаматтық, үй, жер, 5 миллион ақш долларын беріп жатыр екен деп шығарған кезде ол енді ешкім дайын болмады оған, короче. Шын қабылдап қалды. Вот сол кезде бұл енді бәрі көрді деп ойлаймын енді ол видеоны. Бірақ соған халық дайын болмады. И алданып қалғандардың ашуына тиіп кеттік біз. Мысалға пранк, анау-мынау не қылғанда моментінде шоу ұштасында это пранк деп жібересің ғой. Ал бізде ондай мүмкіншілік болмады ғой. Біз одан кейінгі публикацияларда бұл әзіл видео, негізгі бұл видеоның мақсаты мынау еді деп не айтқымыз келген түсіріп салдық. Бірақ ол тарамайды ғой, короче. Басқаша не қылған, сол күйінше кетті ғой. Сол күйінше кетті. Негізі видеода... Басты рөлде өзіңіз ойнадыңыз ба сол кезде? Арабтың рөлін ойнадым. Өзі мен арабтың рөлін ойнадым. Негізі бізде көбісі ойлайды ғой, жаңағы бірден жаңалықты бүйтіп шықты да бірден жаңалық түсіріп шықты деп ойлайды да бізді көбісі. Бірақ біз оған дейін бәрін түсірдік қой, вайн, скетч, жұрт не істеп жатыр, бәрін түсіріп көрдік. Арасында жаңалық арасына түсіріп қоямыз, сол Қызылорда бойынша атады да бүйтіп. Соң бір күні Ғани келіп, соң давай қожалар туралы түсірейік. Мен қожамын өзім группама жіберем, қожалардың өзінің группасы бар, туысқандарым. Түсірейік дейді. Біз ойлаған жоқпыз, өйтіп тарап кетеді. Сөйтіп түсіріп жібергенбіз ғой. Надан басталып кетеді ғой. Менің қандас досым бар. Түсінбей жатқандар болса, Оралман деп білуі мүмкін. Мирас деген досым бар, руы қожа. Астанаға келген көшіп. Сонымен телефонмен сөйлесіп оттым да, сол кезде ол айтты, келмей-ақ қою керек Қазақстанға лучше. Я гражданстволарын беріп болмайды, я айтқан жұмыстарын меған жоқ, я үйдің кезегіне әлі тұра алмай жатыр. Лучше Өзбекстанда қала берген дұрыс деп. Қала беруім керек еді дейді ғой. Сосын мен күлем ғой, сен Оралман болып, негізі қандас деп айтам, түсінікті болу үшін Оралман деп отырмын. Сен Оралман болып Қазақстанға емес, сен қожасың ғой, сен Оралман болып Арабияға баруың керек еді ғой деп деймін да, күлеміз екеуміз. Өйткені мен де қожамын. Негрлер бір-біріне негр дей береді ғой. Сол сияқты қожалар бір-бірімізге прикол ұстай береміз ғой, сөйтіп. Күлдім. И ой келді, а что если деп. Жақсы сценарийдің бәрі а что если-дан шығады. А что если біздің арабтар ана жақта тұрып, давай осындай программа ашайық. Кезінде біздің бабаларымыз кеткен сол жаққа, солардың ұрпақтарын алдыртайық, үйін берейік десе, барар ма едік біз? Содан шыққан идея. И при этом біздің келген қандастарымызға берілген обещаниялардың орындалмай жатқанын айтып, бұл жерде должное вниманиенің бөлінбей жатқанын айтып жеткізу мақсатымыз негізі. Соны барар ма еді деген сұрақ. Сол қатты ашуланған адамдардың бірі, сонға барған адамдар, қожа екеніміз қалай дәлелдейміз, не документ оған керек. Акиматқа барған адамдар бар, посольствоға барғандар бар, билет алып болған адамдар бар енді. Алматы, Астанада мен естігенім бір Алматыда таксовод етіп жүрген кісі машинасын сатып жіберіп, ақшасын дайындалып ше, кетемін деп. Биткен ғой. Короче, билет алып қойық, ертең билет болмай қалады.
билет алып бәрі қояйық, кетеді. сосын разберемся деп билет алып қойғандар болды. баяғыда ғой 2012-де бәрі бітеді, свич алып қояйық деген сияқты ғой. Иә. Анау қатты не қылып қалғаны, короче, Шымкентте Сарыағаш жақта бір кісі бір жылдары Дубайға барып, Арабияға барып, сон шейхтармен журналист ба то ли бір кісі. Сол айтады екен, біз сендердің ұрпақтарыңбыз, біз негізі сол сөйткен деп. Соны шейх енді, болды деген шығар енді. Ауылына келіп, мен жеткізем, сон арабтарға айттым. Сон бір программа ойлап табу керек, біздің типа ата-бабамыздың жерін көріп келетін тур ма, бірдеңе ұйымдастырам деп жүргенде қайтыс болып кеткен ол кісі. И сол ауылдың тұрғындары ма, или сол кісінің таныстары ма, біреу соған жеткен екен. Значит, бар ол нәрсе. Значит, біреу соған реализовать етіпті деп түсінген ғой, короче. Вот сондай қатты сеніп қалған адамдар бізді буллингке ұшыратты бізді. Буллингке. Буллингке барып, буллинг ойнап жүрген. сол кездерде буллингке жата ма жатпай ма, енді Инстаграмда ол кезде енді 2 страница ғой бізде, бүйтіп бір-біріне совместно салатын. Сол кезде менің страницамда көбірек тұғын подписчик ше сол кездерде. Сол кезде енді страшно адамдар жазды енді андай ше. Қырғын угрозалар. Үйлеріңді білем, тауып алам, есіктің алдына шық, алып кетем, мауыздап тастайм деп енді. Біз ондай физический неден қорыққан жоқпыз. Біз, короче, үйдегілерге зиянымыз тиіп кетеді. Соны ойымда. Мамаға бірдеңе біреу деп жүреді, көшеде біреу деген сияқты ғой. Енді осының соңы қалай бітті? Соңы барлығы түсінді ма, или кейін тағы жаңағы видео жаңалық туралы сияқты видео сала бергенде? Жаңағындай ғой, біз ПТК-ны бастағанда 30 жастаймыз. 30 жасар адам, казалось бы, ол көп нәрсеге дайын адам негізі, қорықпайды, көп нәрсеге төтеп бере алады, көп нәрсені түсінеді. Бірақ 30 жасымда мен ана жасалынған буллингтан 2 күн тамақ іше алмай, ұйықтай алмай қалдым кәдімгідей. Әрең шарып олдық қой. Уайымнан ғой. Үй тып-тыныш үй деген. Тып-тыныш маманың WhatsApp-ына бүкіл Қазақстаннан ана бала не болады енді, өлтіріп кетсе қайтесің деген сообщениялар келіп жатыр. Үндемей жүрік. Соң жаңағы тишина мен шыдатпай шығып кетем үйден. Біздің моңғол таксист ол кезде КамАЗбен құм тасиды әлі. Соның КамАЗына үшеуміз отырып аламыз, кабинкада үн жоқ, анау құмын тасып жүреді. Үндемей. Ана 2 күн мен үшін вечность болып өтті. Мына екеуі более легче қабылдады, себебі бұлардың үйіндегілер қорықпан, жырттыңдар сендер. Мыналар маған айтады, 10 адам комментарий жазса, соның 7-еуі позитивный ғой, мә жігіттер алданып қалдық, енем қожа ет семіп қалды, күшті кетті, үйде бір не қылдық деп. Ана 3-еуі ғой, короче. Қатты шығама комментарийдің дауысы ше бір қорқынышты. Бірден сол көзге түсе ме ше? Бізде сосын жаңадай сол неге Қызылорданың қожалары бірден түсінді ше. Өйткені менің атымда араб қылып жазған ғой енді, ислам Таспугети деп не қыламыз ғой. Таспугет районы ғой, мен Таспугетте тұрамын сол кезде. Аль-Фараби типа Фараб қаласынан шыққан, Таспугеттен шыққан Аль-Таспугети деген қызылордалықтар бірден түсініп алды. Бірден түсінді. Басқа қаладағылар ғой, иә. Астанадан қожалардың представителі келіп. Оған Арабиядан звондаған ғой представитель қожаның. Короче, бір араб елдеріндегі біздің бір посолымыз, сол кісі тапсырма беріп, 3 ақсақал келіп Қызылордаға, жігіттер кешірім видео түсіріп беріңдер, бастарыңды алайын деп жатыр біреулер деді. Сосын біз айттық, бүкіл қазақ халқынан кешірім сұрап түсіріңдер деді. Сосын біз айттық, біз өзіміз түсіріп береміз видео, бірақ бүкіл қазақ халқынан деп айтпаймыз, потому что біз бүкіл қазақ халқын ренжітіп алған жоқпыз. Кімде-кім ренжіп қалса, дұрыс түсінбей қалса, пожалуйста, содан кешір. Енді біреуді ренжітіп алсаң, кешірім сұрағанда тұрған не бар? Дедік та түсіріп бердік. Содан жабылды. 3 кісі риза болып кетті, содан қалды ғой. Сосын көңілің орнына түсті ме содан кейін? Жоқ, одан кейін түскен жоқ. Әлі мен жаңағы кісілер бүйтеді ғой. Бір түсіріп бере салыңдар, оның тұрған не бар, анау-мынау деп камераны қосады да
Қазіргі жастарымыз деген масканы киіп алады ғой, Ұрсам короче. Бұндайларды соттау керек. Қандай әкеден тәрбие көріп отыр бұлар деп ше. Подстава дейсің. Мен ана видеода көрініп бірден бүйтіп күлкімді ұстаймын. Сол анау кешірім видеосы түсірдік қой. Сол анау біздің основной видеодан бар емес па? Содан да қатты тарап кетші. И мынау жаңа кешірім видеосы қатты тарағаннан кейін мына видеоны да одан сайын көтеріп жіберді ғой, короче, двойне. Неге кешірім сұрап жатыр деп тағы іздейді. Иә. Кәдімгі анау Тенгри Ньюста үшеуміздің сол кезде жоқ. сол үш ақсақал сіздерге үлкен сәлем. Сол біз кешірім сұрап бастағанға дейін сол біздің Батыр деген досымыздың массажный салонында түсіретінбіз. Сол массажный салонға кіріп сіздердің айтқан әңгімелеріңіз бізде жазулы, достар, архивта бар. Өздеріңізді қатты ел ағасымын деп ойлай бермеңіздер, бір күні парақшамыздан сол видеоларыңыз да шығады. Мен сол күнді күтіп жүрмін. Сол кезде өткен ана кісі сөйтіп орсып болады да, өшір дейді да, өшіреді, маған қарайды да, қолымнан кесе менен ақыңды алып ал дейді ғой, короче, сөйтеді да шығып кетеді ғой. Камера бәрі бізде қалып, біз ол видеоны бермей қалсақ та болады ше, короче. Сөйтіп видеоны компьютерге салған кезде мен штативқа қойғамда қызылды басып қойғам, сөйтіп осы жерде отырып былшылдап, ана кісілер нормально аузына келгенін айтады енді ана жерде. Біраз нәрсе айтты еще. Ертең көрсеміз дедім. Ең басты әйтеуір жақсы жабылғаны дұрыс болған екен, бірақ енді алдағы жаңағы жақсы да жаман да жабылған жоқ ол тема. Просто біз алдық та, менің үйде туған ағам бар, сол айтты, не сөмірей жүрсіңдер. Енді осыдан кейін тоқтап қалсаңдар, значит, сен ана шалдардың айтып тұрғаны дұрыс. Мен де жаңа сұрайын деп жатқаным сол ғой. Бірінші жаңа атқан видео жаңа қатты хит болып кеткен, осындай хит болды да енді. Осындай қорқыныш неше күн жаңа ұйқысыз түндер, ұйқысыз күндер. Одан кейін уже осындай бір видео түсіруге, жаңалық түсіруге уже андай не болып қалған жоқ па? Қорқыныш болды. Сол уже задний беріп тұрық қой, соны ағам көріп тұр ғой, короче. Не керек съемкаларыңа? Мынандай стойка керек, храма келетін, ау-мау. Ағамдай мен бір қатты ақшасы көп адам емес. Жүр деп, соған бәрін алып беріп, студияны ыңғайлап, новый күшпен. Сырымбек тауып айтады ғой, сенде проблема пайда болса, ол проблема емес, ол новый мүмкіндік саған. Алдық та айырдық қой содан. Интенсивно жұмыс істеп кеттік. Бірақ түсіндік, то, что жаңағыдай сондай нелерді прикол ұстауға болмайды. Білімсіздіктен ғой, зерттемегендіктен. Шамалы оқып ек, никогда дін, диаспора, ұлт, сондайға, меньшинствоға вообще қозғаудың қажеті жоқ. Одан басқа сенде тема деген мынадан ғой. Өзімізге сондай сабақ алдық содан. Соның өзінде артынша жаңағы Қанат Әлжаппаровқа көше берілді деп түсірдік. Көшені ашып, ойбай, сол ауылдың ақсақалдары деген қырып жібере жаздады ғой. Менің әкем еңбек ері, менің әкем Ұлы Отан соғысының сендер бір клоунға көше бердіңдер деп қырғын болды. Жаман болған. Тура түсінгендер ғой енді. Енді үлкен кісілер, видите, түсінбей қалады көбісі. Баланың атын ковидбек деп қойыпты деді. Не жаман шақырып сендер. Ой, көп ұрыс естідік, просто жүрекке қабылдамай, одан да сорақсын, одан да қорқыныштысын түсіріп әйтеуір халықты үйретіп алдық қой. Енді мен сұрайын деген осы жерде енді қаншама көрермендер бар, көретінші осы жобаны. Енді осылай бастап жатқан жас нелер бар ғой жаңағы, танымалдылар. Әртүрлі видео түсіретін не қылатын, мысалы сондай нәрсеге ұшыраған жағдайда, жаңа өздеріңіз айтып отырсыз ғой, 30-да болдық мен, 30-да орда бұзатын жас. Әйтеуір қатты қабылдаған жоқпыз, әйтеуір не қылдық, жеңіп шықтық. Жастарға сондай нәрсеге ұшыраған, буллингке ұшыраған жастарға қандай кеңес не айтуға болады, не айта аласыздар? Енді өздеріңіздің бастарыңыздан да өтті ғой. Енді әр ситуация әртүрлі, сен смотря қалай буллингке ұшырайсың. Может, сенің бұрынғы вебкам видеоларын тарап кететін шығар. Ол кезде ситуация басқа, біздің метод келмейді оған. Может, сен көп қой енді. По ситуации. Достар, бастарыңа жазғанын көресіңдер. Бірақ
мен мына нәрсені айта аламын. Өзің біреуді булить етпеуге тырысу керек. Біз андай мән бермейміз ғой. Я отыр мына мал деп комментарий жазып жібере саламыз ғой. Ол ана жаққа нормальный удар болып барып тиеді. Соны ескерсе дейміз. Ал өзіңнің басыңа түскен буллингті ол санаңа қарай өзің алып шығасың. Алып шыға алмағандар жаңағыдай ғой, Құдай сақтасын. Қол салады, басқа қылады. Енді жаңа осы кішкентайымыздан бірге деп айтты ғой, кішкентайымыздан бір команда бірге өсіп келдік. 4-ші класстан Біз деді. енді екеуіңіз 4-ші класстан бірге болсаңыздар, біз Нұрлан екеуміз уже нулевойдан біргеміз. 32 жыл болды бірге жатқанбыз. Бір-бірімізді күшті түсінеміз, андай. Сөзсіз-ақ түсінеміз. Мысалға, мен Нұрланның осы тұрғанда не жегісі келіп отқанын біліп отырмын да. Бауырсақ жегісі келіп отқан. Сол сияқты екеулеріңіздің де жаңағы команда болғаннан кейін бір-бірлеріңізді түсіну қандай дәрежеде? Өте жоғарғы дәрежеде деп ойлаймын. Иә, сен мысалға осы қазір лампочка жегінге отыр ғой деп. Бұнда иә деймін. Онда қазір біз соны тексереміз. Былай сөз айтасыздар да, соны табу керек қой ана жігіт, екінші жігіт. Әйелінің атынан бастайық. Аха, көрейік ал. Бұны күліп тұрмау керек та. Күлмей айту керек қой. Русалина. Русалина. Жоқ, айтса бір варианттар. Үйге барасың, таяқсың. Русалина? Аман қалды. Үйге барасың, таяқ жейсің деп тұрасың. Шегім атын енді сразу. Жоқ, тақ бұл да, иә, арға енің атын сұраймыз қазір. Компания бүкіл түгілдейміз. Қайын жұрт түгілдеп шығамыз. Так, не айтайын? Любой. Миыңа не келіп тұр, қандай? Очки. Нурка, сымбат айта берсең. Сымбат. Сымбат? Дальше. Одноразка. Бірден табасың. Одноразка. Мен айқайлап айтып. Мен неге айқайлап айтып. Қазір естейді. Одноразка. 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 Депутат. Жаңа бөліп не істесе таппайды. Депутат десе сразу таппайды. Тағы бір сөз. Қанағатсыздандырылмағандықтарыңыздан. Ең оңай. Қанағатсыздандырылмағандықтарыңыздан. Қанағаттандырылмаған. Бәрін тауып олды. Иә, бәрін алды. Табады екен, иә. Ең қиын сөз жасырдым ғой бойынша. Жасыратын. Бесеке? Давай. Ғани. Ғани. Атын білмеймін. Ғани? ПТК. Пи. ПТК. ПТК. Әдемі. Самолет. 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 Грижа. Грижа. Эй, демей. Грижа. Лента. Оны бірге айту. Оны бірге айту керек ше, бөліп түсінбей қалды. Грижа. Ландыши. Грижа. Табу қиын ату. Грижа. Омыртқа. Грижа. Грижа. Не жерденік. Грижа. Я, достар, осымен бүгінгі жобамыз өз мәресіне жетті. Арнайы алтын уақыттарын қазір уақыт тығыз заманда уақыт тауып келген достарымызға, бауырларымызға, ПТК арнасы, Ғани, Ислам, жігіттер көп рахмет. Творчестволық табыс
ары қарай тоқтамай ұра беріңдер.